Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте ерекше жасалуы оңай екі ғана заттан тұратын қарапайым пирогтың рецептін ұсынамын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен бөлме температурасына тұрған 4 жұмыртқамызды тап-таза ыдысымызға саламыз. Ыдысының майлы емес, құрғақ болуын қадағалаңыздар және үстіне шекерімізді салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Видеода көрініп тұрғандай аппақ болғанша миксерлейміз. Оның үстіне жылы майонезімізді саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Және қамыр қопсытқышымызды саламыз. Ұнымызды електен алдын ала елеп дайындап алып, екіге бөліп саламыз. Барлығын миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Достар, барлық мөлшері жазып қоямын. Сондықтан сол жерден қарап істесеңіздер болады. Және аз ғана сұйық май қосып жібердім. Оны міндетті емес салу. Енді 22 диаметрлік формамызға тестамызды құйып, қызып тұрған 170-160 градус пеште 1 сағат 50 минут көлемінде пісіреміз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Бисквит сияқты өте жоғары, өте керемет болып шығады. Жақындарыңызға ұнайтынына сөзсіз сенімдімін, себебі менің жолдасыма өте қатты ұнады. Балаларыңызды, отбасыларыңызды қуантып жасап беріңіздер. Сіздермен болған Сандуғаш, назар қойып тыңдаған